Робон, сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ал біз корей тілі грамматикаларын қазақшада үйренетін боламыз. Достар, біз алдыңғы жолы ки, вие, со грамматикасын өткен болатынбыз. Біздегі негізі қазақшада ки, вие, со біздегі қазақшада үшін деген мағынаны береді деп айтқан болатынмын сіздерге. Яғни жеу үшін, бір нәрсені істеу үшін, бару үшін, келу үшін, яғни біздегі үшін деген қазақша сөз бұл ки, вие, со деген мағынаны береді. Әрине, сіздер егер толық грамматиканы өткілеріңіз келсе, онда менің онлайн группама қосылып қойсаңыздар болады. Және де сол жерде сіздер толықтай әр грамматикаларды бөлек үйренетін боласыздар. Одан бөлек негізі Кореяда грамматика өте көп, бірақ оның барлығын сіз қайталап отырып, сапалы түрде сіздерге шындығымды айтайын, мен ешқандай жерде университетте, басқа жерлерде 4 жыл барып оқыған емеспін. Мен корей тілін өздігімше үйренген адаммын, және де қазіргі кезде Кореяға келгеніме 3,5 жыл болған болса, осы 3,5 жыл ішінде әлі де үйренетіндерім бар, әлі де үйреніп жатырмын. Бірақ өзімнің барлық корей тілінде білген корей тілімнің барлығын мен өзімнің оқушыларыма үйретіп жатырмын. Қазіргі кезде Аллаға шүкір оқушыларым бар, өте жақсы. 4 айдың ішінде оқушыларым өте үлкен өзгерістер бар. Менің сабақ оқытып жатқаныма қазіргі кезде 4 айдай болды, яғни 4 айдан асты, бірақ менің өзімнің тұрақты оқушыларым өте жақсы үйренді деп айта аламын. Және де әрине менің оқушыларым осы менің тиктогымды көріп отыр, сондықтан да мен ұялмай айта аламын, достар. Негізі менің мақсатым бұл жерде, яғни қазақшада, бізде байқасаңыздар, қазақшада көп емес, корей тілін үйрететін мұғалімдер орысшада өте көп. Сондықтан да мен барынша сіздерге қазақша үйретуге тырысамын. Неге? Өйткені біздің яғни біздің қазақ тілін мен дамытқым келеді, және де міндетті түрде тек қана орысшада емес, қазақшада да болғанын қалаймын. Сондықтан да мен сіздерге бір плюсті айтайын. Корей тілінде нақты қазақшада қалай сөздер қойылады орнына, дәл корей тілінде де дәл солай. Яғни қазақтарға корей тілін үйрену оңайлау, және де акцент деген бар ғой бізде, мысалы, чем орыстарға қарағанда қазақтардың акценті өте жақсы болып келеді, және де біздің қазақтың акценті, егер сіз корей тілін жақсы үйреніп, жақсы оқитын болсаңыз, онда сіздің акцентіңіз, яғни кореялықтармен бірдей болады. Яғни біздің сөйлеген сөзіміз әдемі, чем орыстарға қарағанда әдемі естіледі, ал орыстарда акцент деген өте үлкен байқалып тұрады. Сондықтан да негізі қазақтарға бұл повезло. Негізгі мақсатым менің бұл жерде корей тілінде сіздердің оңай үйренгендеріңізді қалаймын. Бізде Кореяда жүрген қазақтар өте көп, бірақ әрине басқа елге қарағанда көп деп ойламаймын. Негізі біздің нағыз қазақтар, қазақша сөйлейтін қазақтар өте аз. Әрине қазақтар бар, бірақ орысша сөйлейтін қазақтар бар, бірақ именно қазақша сөйлейтін қазақтар өте аз. Именно сондай қазақтарға арнап осы қазақша контентімді жүргізгім келеді, және де сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде комментарияға рахмет деп жазып кетсеңіздер де өте қуанышты боламын. Негізі сіздерге айтқым келгені, корей тілінде міндетті түрде, егер мысалы сіз жұмыс істейтін адам болсаңыз, енді Кореяда жүрген адамдар көбінесе 12 сағат, 8 сағат, 9 сағат, 10 сағат әркім әртүрлі жұмыс істейді. Негізі 12 сағаттық жұмыстар өте көп. Әсіресе мысалы сіз әртүрлі кафеде, ресторандарда жұмыс жасайтын болсаңыз, ол жерде 12 сағат. Тіл үйренуге келген кезде күндіз оқи алмаймыз, кешке ұйықтап қаламыз. Яғни мысалы түнде сағат 10-да, 12-де келетін, мысалы әртүрлі жұмыстар бар. Тіл үйренуге келгенде өте қиналамыз. Сондықтан да мен именно менің контентімнен күнделікті өздеріңіз осы жерден грамматикаларды үйреніп, және де қалай сөйлеу керектігін үйренуіңізге болады. Және корей тілі өте қиын тіл деп айтпаймын, және де өте оңай тіл деп айтпаймын, бірақ үйренуге болады. Барлығы өзіңізге байланысты. Ең бірінші бұл дисциплинамен үйренетін болсаңыз, міндетті түрде әдемі үйрене аласыз. Ал бүгін біз пионида грамматикасын өтеміз. Пионида грамматикасы қандай мағына береді, және пионида грамматикасын қойып айтқыңыз келсе, онда сіз мен кофе көп ішетін адамдардың қатарынанмын, яғни пионида. Именно сол адамның қатарынанмын. Мысалы, мен тыныш адаммын деп айтудың орнына сіз
тыныш адамдардың қатарынанмын. Яғни мен тыныш адаммын, бірақ мен именно сондай адамдардың қатарынанмын деген мағынада, яғни қолданылады. Мысалы, мен ерте тұратын адамдардың қатарынанмын. Мысалы, мен ерте тұрамын деген сөзді де айтсам болады, бірақ именно мен пионида грамматикасын қоюым үшін, онда мен ерте тұратын адамдардың қатарынанмын. 저는 일찍 일어나는 편이에요. 저는 일찍 일어나는 편이에요. мысалы, мен етті жиі жейтін адамдардың қатарынанмын. Яғни мен етті көп жеймін, сондықтан именно мен пионида грамматикасын қойғым келсе, онда мен етті көп немесе жиі жейтін адамдардың қатарынанмын. 저는 고기를 자주 먹는 편이에요. 저는 고기를 자주 먹는 편이에요. яғни біздегі пионида грамматикасы дәл солай қолданылады. Егер сізде менің онлайн курсыма қатысқыларыңыз келсе, онда менің осы каждый грамматикаларға онлайн сабағымда дәл осы грамматикаларға байланысты 100 сөйлем аласыздар және де грамматикаларды қайталап үйрене аласыздар. Менің онлайн сабағым негізі 1 жылға арналған, барлық грамматикаларды оңай үйренетін боласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Аньон!